Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қысқа арнап тағы да бір салат жауып үйренетін боламыз. Бұл салат огурцы по-корейски деп аталады. Бұл қыста жегенде тәбет ашатын өте дәмді салат. Ол үшін қажетті заттар: қияр, сәбіз, қант, күнбағыс майы, тұз, сарымсақ және де приправа. Ең алдымен қиярды жуып тазалап, оның екі басын осылай кесіп алып тастаймыз. Содан кейін оны қалауыңызша турап дайындаймыз. Мен бір қиярды алып осылай екіге бөлдім және де әр бөлшегін үшке бөліп, осындай жіңішке бөлшектерге барлығын бөліп шықтым. Сіз өзіңіздің қалауыңызша жасасаңыз болады, яғни дөңгелектеп турасаңыз немесе төртбұрыштылап турасаңыз болады. Бірақ та мен сіздерге осылай ұзынша етіп турауға кеңес беремін, себебі осылай тураған өте әдемі болып шығады. Мінекей менің барлық қиярларым туралып дайын болды. Видеода көріп тұрғаныңыздай осындай болып шықты. Енді сәбізді дайындауымыз қажет. Ол үшін сәбізді жуып, тазалап, осындай ұзынша етіп өткізетін үккіштен барлық сәбізді осылай өткізіп шығамыз. Яғни оның ұзынша болғаны өте әдемі болады. Неге көріп тұрғаныңыздай барлық сәбіздер дайын болды. Енді барлығы сиятын етіп үлкен ыдыс аламыз. Содан соң оған қиярды саламыз. Содан кейін дайын сәбіздерімізді саламыз. Содан соң салатқа қантты қосамыз. Тұзды саламыз. Және де күнбағыс майын құямыз. Және де осылай ұсақталып өткізілген сарымсақты қосамыз. Және де корей салатына арналған арнайы приправаны қосамыз. Оны жартысын немесе толық пакетін қоссаңыз болады. Ол өзіңізге ұнаған дәміне байланысты. Яғни ащылау болғанын қаласаңыз, толық пакет сала берсеңіз болады. Мен толығымен қостым. Содан соң барлығы жақсылап араластырамыз. Яғни тұзы, қанты, май барлығы өте жақсы араласуы қажет. Барлығы араласқан соң салатты 4-5 сағатқа немесе түнге маринадталуға бетін жауып қалдырамыз. Менің салатым бір түн тұрды. Мінекей дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай осындай болып өзінің сөлі, яғни соғы шықты. Салаттың иісі өте керемет болып шығып жатыр. Содан кейін стерилизденіп тазартылған банкаға салаттарды осылай салып шығамыз. Яғни банканы өзіңіз қалай стерилиздейсіз, сол әдісіңізбен оны тазалап, парлап дайындап алсаңыз болады. Содан кейін оған салаттарды толтырамыз және де осылай согын әрқайсысына құйып шығамыз. Менде барлығы 5 банка шықты. Банкалардың мөлшері 700 мл-ден, яғни салаттың көлемі 3,5 литрге жуық шықты. Содан кейін банкалардың қақпағын осылай тек жауып қоямыз, яғни оны бұрап, қаттылап, нығыздап жаппаймыз. Содан кейін қайтадан табаны аламыз, оның астына осылай қол орамалды саламыз және де үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, соның үстіне салаттарды орналастырамыз. Яғни су салаттың мойнына дейін жетуі қажет, яғни мына банкалар толық батып тұруы міндетті емес. Содан кейін осы ыдысты алып, банкалармен газға қоямыз. Газдың асты қатты болуы қажет және де судың мөлшері осындай болып тұруы қажет. Оны банкілерді 15 минут бойы қайнатамыз. 15 минут өткеннен кейін банкаларды аламыз. Олар қатты ыстық болуы мүмкін, сол себепті орамалмен ұстасаңыз дұрыс болады. Содан кейін банкалардың қақпағын жақсылап, нығыздап жабамыз. Яғни ол стерилизденіп 15 минут бойы қайнап дайын болды. Енді жаба берсеңіз болады. Қақпақтарын жапқан соң осылай одеялоға төңкеріп қоямыз және де бетін жауып жылы жерде ұстаймыз. Бір күн өткеннен кейін оны сақтайтын жерге қойсаңыз болады. Сіздерге видео түсінікті деген ойдамын. Баршаңызға дайындауға кеңес беремін. Сәттілік!